Ал міне бүгін Маңғыстау облыстық Бекет Ата мешітінің жанында орналасқан қайырымдылық мекемесімен сіздерді таныстыратын болам. Ал жүріңіздер, ішке кіріп тамашалайық. Қазіргі таңда бұл медреседе 30-ға жуық шәкірттер ілім алып, 10-ға жуық ұстаздар оларға тәрбие, білім беріп жатыр. Қайырымдылық мекемемізде барлық жағдайлар шәкірттерге жасалынған. Таңғы, түскі, кешкі астары да әрдайым олардікі ыстық тағаммен де қамтамасыз етілуде. Күндізгі уақытта осы шәкірттер өздерінің мектеп сабақтарын оқып болғаннан кейін осы жерге келіп, Құран ілімдерін алып, ұстаздардан тәлім-тәрбие алып жатады. Ал медресемізде кешкі уақыттарында ұйықтайтын орындарда толықтай қамтамасыз етілген. Онымен бірге өздерінің киім-кешектерінде осы жерде жинап қойып, және де жататын орындарда осылар. Ал шәкірттеріміз қолдары бос кезінде спортпен тағы да басқа өздеріне қызықтырған нәрселермен медресемізде шұғылданады. Ал міне Маңғыстау облыстық Бекет Ата мешітінің жанында орналасқан қайырымдылық мекемеміздің тыныс тіршілігі осы. Назарларыңызға рахмет.